Сәлем, тағдырлар арнасының тыңдармандары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Қайын інісімен төсектес болған енесін ұстап алған келін оны бопсалап жүр. Аяулым өзіне күн көрсетпеген енесін қалай тынышталдырғанын айтып берді. Ол енесін қайын інісімен төсектес болып жатқан жерінен ұстап алған екен. Осыдан кейін енесі оған тиіспеймін деп уәде берген. Бұл нәрсе өзегімді өртеп, жүйкем тозып кетті. Миым ашып, басым қатты. Осы оқиға есіме түссе жүрегім соғып кетеді. Басынан бастайын. Келін болып түскеніме 5 жыл болды. Аллаға шүкір, жолдасым жақсы. Екеуміз өзара ұрысып, төбелесіп көрген емеспіз. Мәселе енемде. Мен келін болып түскенде бұл отбасына үйренісу өте қиын болды. 2 жылдай өз орнымды таппағандай болдым. Енем бос әңгімемен өсекке жақын. Атам екеуі ауылдағы тума-туыс, құда-құдағиларын жамандап отырады. Өздері ғана жақсы. Келін болып түскелі енемнің жүріс-тұрысы, киген киімі біртүрлі болып көрінді. Атам жоқта түнімен телефонмен күліп сөйлеседі. Өтірік сылтауратып үйге қонбайды. Телефоны бұзылып маған жөндетпек болды. Бір азаматпен жазысқан хаттарын оқып қалдым. Моншаға суретке түсіп, оны әлгі жігітке жіберген екен. Содан мен қатты күдіктене бастадым. Мұны енем сезіп, маған күн көрсетпейтін болды. Әрине ол кісі жеке өмірінде шаруам жоқ. Келін болып түскелі маған күн көрсетпей келеді. Жолдасыма айдап салып, екеумізді жанжалдастырады. Кейін ол бөлмеге келіп кешірім сұрайды. Атам да, қайынсіңліме де айдап салып отырады. Олар мені келін болып түскелі ұнатпайды. Енем оларға мен туралы бұзылған әйел, ішіндегі баласын алдырып тастапты деп айтып отырады. Бір ұрыста жолдасым мені ақтап шықты. Артынша екеуінің әңгімесін естіп қалдым. Жолдасым, келіншегіме тиісуді қоймасаң, сен туралы әкеме айтып беремін деп жатыр екен. Осылай алысып жүріп 3 жыл өтті. Енем судан тынышталды. Тек маған тиіспесе екен. Жолдасыммен ажырастырып жібермесе екен деп мен де мәз болып жүрмін. Бір күні атам мен жолдасым жұмыста болды. Енем түнге дейін жоғалып кетті. Ол кісіні іздеп аулаға шықтым. Гараждан біртүрлі дыбыстар шыға бастады. Ішінде енем мен атамның туған інісі төсектес болып жатыр екен. Қол аяғым дірілдеп қорқып кеттім. Білдірмей дауыстарын диктофонға жазып алдым. Енем үйге келіп, мен ешкімге айтпауымды өтініп жылады. Мен саған енді тиіспеймін деді. Мен келістім. Содан кейін енем маған тиісуді қойды.